Құрметті телекөрермендер, назарларыңызға Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мен Қазақ спорт және туризм академиясының палуандарының ортадағы шайқасын, ұлттық додасын көретін боласыздар. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің палуандарымен таныс болыңыздар. Бірінші номердегі Мәди Шойбек 1992 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Шымкент қара. Екінші номердегі Ержігіт Жақсыбай 1996 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген палуан, астындағы тұлпары Күндіз қара. Үшінші номердегі Мират Қабдуалиев 2000 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген палуан, астындағы тұлпары Үзік қасқа. Төртінші номерде Нұрлыбек Мекенбай 1998 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Құлақ асқа. Қазақ спорт және туризм академиясының палуандарымен таныс болыңыздар. Бірінші номерде Айнабек Әбдіхан, астындағы тұлпары Тұман. Екінші номерде Дәулет Сәриев 1999 жылы оңтүстік Қазақстан облысында кіндігі қиылған, астындағы тұлпары Ақбоз. Үшінші номерде Бегасыл Сайлау 1999 жылы оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, астындағы тұлпары Байшұбар. Төртінші номерде Айболат Бердімұрат 1998 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келген, астындағы тұлпары Үлкен Доңған. Басталды, таяқ жерге тасталды. Күбіренпей аспанды, қолдайып кәне жастарды. Дамытайын жігіттер, кең әлемде көкпарды. Орталық стадион аттың тұяғымен тапталды. Қараңыздар шаға, екінші номердегі Жақсыбай Ержігіттің астындағы Сайгүлік. Бірінші номердегі Мәди Шойбек кетті, ардақты қайын. Мәди Шойбек! Қандай! Қара шаға, бір сирақтан ақтырып, артық сирақтан іліп алу деген. Намыстың қайралатын додасы. Қаншама жанкерлер келіп отыр. Қарашы міне, қыздар мен ұлдар. Осы жігіттен үміт күтеміз деп. Міне жанкерлердің дауысы. Шабандоздардың намысы керек енді. Екінші номердегі Дәулет Сәриев еңкейді. Ақбоз, Ақты Сайгүліктің көмегі. Саған көп оның керегі. Ақбоз деп қойған себебі жекпе-жектің шебері. Сөзімнің болсын тереңі. Дәулет біздің Сәриев туа біткен ер еді. Міне. Дәулет Сәриев шығама. Дәулет Сәриев пен міне Мәди Шойбек. Бұл Мәди Шойбек кешегі атақты біздің Бегар Шойбектің туған інісі, ардақтағай. Мәди Шойбек. Міне, ағасы ақын, інісі палуан. Міне, шықса, жақсының бәрі Шымкенттен шығады. Шымкент облысының тумасы. Қазығұрттың баласы. Бегар Шойбектің інісі. Інінің бар тынысы. Көкпар боқтыр жұмысы. Бегар Шойбектің домбыра болған қылышы. Міне, қарамасын деп тілейін бұл палуанның да ырысы. Көкпар тартқан дұрысы. Үшінші номердегі Сайлау Бек Асыл 99 жылы өмірге келіп, оңтүстік Қазақстан ауыз Төлеби Дихангөл ауылының тумасы Байшұбар астындағы ат, ардақтағай. Басы бос емес. Мінеге ортаға назар аударайықшы. Міне, Байшұбармен келдің ғой. Бекасы Сайлау келдің, енді кереген. Қанша уақыт керек саған? Майылдың ағаштан құрайды уақыт болды ғой. Бегар Шойбек.
Мінекей Байшыбардың көмегімен Сайлау Бекасыл жарайсың, жарайсың, міне жігер, міне бойдағы қайрақ, бойдағы күшті айдалаға жұмсамай, міне айналаңа жұмсау керек осындай. Мінекей Серке келді, Серкені ауыстырамыз, Серке жігіттер. Міне екі Серкенің өзі шақ келмеді жігіттерге, үшінші Серке келді. Бұдан бұлай енді 4 Серке алып қалатын болдық бұлар қарнайы. Мінекей жекпе-жек екінші номердегі Жақсыбай Ержігітпен Дәулет Сариевтің жекпе-жегі. Жақсыбай Ержігіт еңкей ал! Жіберме намысты босқа Қазақ ұлттық педагогика университеті үміт артып отыр. Міне үшінші номердегі Сайлау Бекасылға ауысты. Астындағы Байшыбар ағай. Байшыбардың шабысын қараңыздаршы. Бойында тың күші бар, қарашы, бірде-бір ынтығып шаршалыратқан көрген жоқпыз Байшыбар. Өйткені бұл Қарабайырының тұқымы. Қарашы, алғашқы қарашы мына ардақты ағайын. Ой, жылқының Рональдысы ғой мынау, қарашы мына, алғашқы қара мына. Айналып жүр, айналып. Бекасыл Сайлау, үміттің бәрі сенде. Сал енді, тырыс намысқа, берме басқа. Әкең қуансын, атаң бабаң қуансын, жіберме сал. Әлді болса Бекасыл Сайлаудың тақымында. Міне ардақты ағайын қазандық түбіне 80% жақындады. Келді. Бекасыл Сайлау болса әлде тақымын тастай. Басып алған Серкені ешкімге берер емес, бірақ оны бірінші номердегі Мәди Шойбек мінекей Серкені жұлқылап тақымнан шығарып алды. Мәди Шойбек оңайшылықпен бере бермейтін палуанның бірі алаңның сыртына кетті. Міне тәніміз жаурап жатса да жанымыз жылынып жатқан сәт бүгін ардақты ағайын. 10 секунд қалды, жекпе-жек 10 секунд қалды. Дәулет Сариев пен екінші номердегі Жақсыбай Ержігіт. Атыңа затыңса Ержігіт, еңкей. Мінекей жекпе-жекте. Жекпе-жек әлде 1 минут жекпе-жек өтеді. 1 минутта Серке көтерілмесе, палуандар ауысады. Төреші уақыт. Басы бар, аяғы бар, көкпар болсын. Оң аяқпен амандас, сол аяқпен аттап кетпей, оң қолмен амандас, сол қолмен түртіп кетпей. Оң көзбен қарап отырып, сол көзді қыс кетпей, ардақты ағайын. Көкпарға тың оймен қарайық, рухпен қарайық, жүректің көзімен қарайық. Бірінші номердегі Айнабек Абдықханның айналған сәтін көрдіңіздер. Айнабек айналып келіп не істейді? Айнабек айналып келіп не істейді? Тұманның көмегі. Ой, тегі жігітке жарасатын қылық қой мынау. Қараш, аттың үстінде ойлап бара жатқан тартатынды тоқтап. Мінеке Айнабекті ақыр айналдырып алаңнан шығарып жіберді. Мінеке ардақты ағайын, бірінші номердегі Мәди Шойбек, 2012-2013-тегі мастер спорт жасөспірімдер арасында көкпардағы спорт шебері Мәди Шойбек деген ұлдарыңыз бірінші номерде, екінші номерде Дәулет Сариевте оңай жаңғақ емес спорт шебері. Жасөспірімдер арасындағы ол да өзінің дәрежесіндегі көкпардың шебері. Ардақты ағайын атынан атып көтін азаматтарға атсыз жатыр. Болашағынан зор үміт күттіреді ағайын. Төрт тияқтың тарланы қазанатын, қос тақымның арланы азаматын. Азамат пен қазанат бірге шапса бүкіл әлем таниды қазақ атын. Мінеке, екінші номерде Дәулет Сариев өзінің тәжірибесін қолданып жатыр. Өзінің досы үшінші номердегі
Бекасы сайлауға пас берді. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы не істейді? Ай, Бекасыл сайлау жарайсың. Bir шетінен салынғай болып, бір шетінен Байшұбардың басына ие болып қалды. Ай, жарай, спорт туризм академиясы Қазақты. Бірақ жылқының мынау жақсы, мынау жаман демейміз. Аттың баптауына байланысты бәрі ағайын. Ат егесі қандай болса, жылқыда сондай болады. Соған тартады, жылқы мінезді қазақпыз ғой. Міне, енді көк мінеге. Бірінші номердегі Мәди Шойбек. Мәди Шойбек бәсе міне Мәди Шойбек. Шымкент қара астындағы тұлпар. Оңай ат емес, Шымкент қара. Мінеге. Міне Шымкент қараң келіп қарашы. Мәди Шойбек азамат сіңе. Қарашы міне 6-1-дей. 5-1-дей тұлпардың арасынан, ортасынан соғылып шығып, Шымкент қараңның көмегі зор екен. Атының аты да жақсы екен Шымкент қараның. Ой, Мәди Шойбек ардақты ағайын. 1992 жылғы азамат, 2012-2013 көкпардан спорт шебері. Қадірлі ағайын, Шымкент елді мекенінің тумасы Мәди Шойбек есеп 2-1 ардақты ағайын. Қараңыздаршы, өте тартысты болып жатыр. Міне, тартысты Қазақтың спорт туризм академиясы мен Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Қадірлі ағайын, кетті, Бекасы сайлау кетті. Бекасы сайлау кетті, өзінің дегеніне жетті. Бекасы сайлау. Есеп 3-1. Мінеге, әлі алаң сыртына шыққан жоқ, Сергел. Басқа да университеттер қатыспасқа. Астанадағы Евразия студенттер неге келіп қатыспасқа? Политех университетінің палуандар неге қатыспасқа? Сондықтан да барлығының құлағын алтын сырға, қадірлі ағайын, студенттеріңізді дайындаңыздар. Бұл университеттің жемісі. Палуандарымыз ардақты ағайын, Мәди Шойбек. Ай, Мәди Шойбек, жарайсың ардақты ағайын. Міне, спорт шебері деген атқа лайық, ардақты ағайын. Бағана айтып өттім ғой, Бекар Шойбекте ақын азаматтың інісі, жалпы сол елді мекеннің азаматы. Бір-бірінің бетіне қарап отыратын жағдай жоқ. Сен атпасаң ол атады, сен салмасаң ол салады. Өңкей Дулат Сариевтің келді ғой бір ыңғайыңа. Бекасы сайлау келді бір ыңғайға. Бекасы сайлаудың тақымында кетіп баратқан Серкенің арманы жоқ шығар. Бақ шіркін, Байшуарға кеткен Серке, қарашы, асығыс жоқ. Бекасы сайлау өз салмақты азамат екеніне. Асықпай жүріп, аңдап басып барып, алдап барып, сал жіберетін азамат. Сондықтан да Бекасы сайлаудың астындағы Байшуардың көмегімен білетелі ардақтағайын кетті. Бекасы сайлау, қазақында да, атына ақырында да, Серкеге тақымын алды, батырып алды. Қазақтыққа Серкені батырып алды. Бекасы сайлау, жарайсың. Ал кеттік ал. Төменде ана үйлерде қарап отқаны жанкүйерлерде бар шығар. Әкім қарап отыр дейді. Ал кеттік, құлап жатыр. Жігіттер аға, ана ат тұспай. Мінек ардақтарға енді құдай сақтасын, бір көзден аман.
Қазақ деген нәрседен сақтасын, суық түймесін, көз түймесін дейді ғой. Қалғанын бәрі емделеді. Қасқырдың өз жарасын жалап жазады дейді. Міне біздің жігіттердің қасқыр мінезі. Өз жарасын өз жазбаса. Төртте екі есет. 20 секунд қалды. Осылай сілкініп жібер бауырым. Шаршадым, біттім, өлдім деп қайғыны ары молайтпа. Қара Қытайға көндім деп қазақтың қанын қарайтпа дейді. Қанын қарайтпайтын көкпар ғой біздің ағайын. Тарт көкпарды. Уақыт жігіттер, уақыт өз мәресіне жетті. Bir қарай тұрыңыздар, шынай экран телевидениеға сіздер. Соқтылап тұрып атқан жер үстіндегі палуандар. Осылай тұра беріңіз болды. Жекпе-жек 2-2 номер. Дәулет Сариев, Ақбоз аттың көмегімен жеңіске жетті. Енді ары қарай қалай болады? Екінші номердегі Жақсыбай ер жігіт жіберіп ала ма? Жіберіп ала алмай ма? Көрейік, қадірлі ағайын, мінекей. Қазақ ұлттық педагогикалық университет палуандары. Кірісейік. Алаңда құр жүрмейік, тартысайық. Білісейік. Мінекей. Пас берейін деді ғой деймін. Бегасын сайлауға бердік пасты. Дәулет Сариевтің пасын алған Бегасын сайлау. Спорт туризм академиясының намысын көтеріп бара жатыр ағайын. Бұл серке қазандыққа арналған, арнайы таңдалған. Енді мінекей Мәди Шойбегілеттің сенің кезегің еді. Мінекей жігіттердің еңкейе білген жігіттер. Екі тізгін болмаса аттың басын бұра алмас. Екі жеңгі болмаса адам атқа міне алмас. Екі тартпа болмаса ат үстінде тұра алмас. Бойында рух болмаса серкені жерден іле алмас. Жүректе түк болмаса топты жарып кіре алмас. 6 жастан балаңыз ат үстіне мінбесе, ел басына күн туса жауды көрсе қуанбас. Ертең қолға туа алмас, ата бабадан ұялмас. Сондықтан да, қарашын, Ақбоз атты қараңыздаршы. Қараш қалай итеріп жатыр ағайын. Міне, сіздегі палуанды түсіне біледі. Ат кісінескенше, адам сөйлескенше. Сөйлескен мен кісінескеннің арасындағы түсінік қой бұл жерде. Қараш, бақ шіркін Дәулет Сариевтің ұзатып, Бегасын сайлау, кесеш деген сәті қой бұнау. Бегасын сайлау, мінекей ардақты ағайын. Сайлау Бегасылдың тақымына біткен, Байшымардың қабырғасына біткен, серке оңайшылықпен жау қолына түспейді ардақты ағайын. Көрейік, есеп 4-2, еселей ала алма. Қазақтың спорт туризм академиясы еселей ала ма? Көрейік, оны Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Мәди Шойбек палуан серкені тақымнан жұлып алатындай сәт туды. Мінекей ардақты ағайын, тақымнан алған палуанның білекте екені рас. Ардақты ағайын, кез келген тақымнан суырып алу оңай емес. Дәулет Сариевтің астында гранттың ойнап тұрғанын қараңыздаршы ағайын. Қазіргі автокөлік қой мыналар, міне. Гранттың бірі, қараш міне, итеріп жатыр, Ақбоз ат итеріп жатыр. Ақбоз аттың итерген. Дәулет Сариев, Бегасыл сайлауды күтіп аптырау дейін. Бегасыл сайлау мінекей. Ыңғайланып келген. Жоқ, Дәулет Сариев шеңберге қайта тастады. Бұл да бір тәжірибе. Енді қайтадан Ақбоздың идергені. Көмекті жақсы қайтадан Дәулет Сариев алды. Бұна Ақбоз Дәулет Сариевке туылған ат екен өзі. Соған арнайы жасақталған, құлынынан осыған бақталған сияқты. Ақбоз аттың көмегімен, серкенің себебімен
сөздің тереңімен Дәулет Сәриев, шеңберден шығатын уақытым болды ғой. Міне. Ардақты ағайын, Дәулет Сәриев барынша тақымына басты. Көрейік, қалай болады екен, қараңыздаршы. Мәди Шойбектің мына жағынан ыңғайлап келіп, бұл да қай жақтан келіп тартуды білетін палуандардың бірі. Көлденең келіп қағылмасын, атта көлденеңнен шаппайды, жігіттер ереже бұзылмасын. Міне Бекасыл Шойбекке. Ауыстырап сәтте Мәди Шойбек мінекей. Мінекей, оны Айнабек Абдыхан келіп, алаң сыртына шығарды. Қадірлі ағайын. Тектінің жанында текті адам жүреді деп мінекей. Текті палуандардың жанкүйерлері де текті. Ешқайсы қайтар емес. Барлығы Алматыда арнайы ұйымдастырылып атқан студенттер арасындағы жастар көкпар лигасына барлығы жанкүйерлік танытты. Шеңбердің шеңгесін ішінге бере алмайсың. Мінекей, Дәулет Сәриев. Бекасыл Шойбек. Бекасыл сайлауға берді. Жоқ, әлде болса, ешкім демес. Мінекей, Жақсыбек Ержігіт пен Дәулет Сәриевтің тартысы. Екеуі де бірдей тартып жатыр. Қараңыздар, кімнің білегімен? Дәулет Сәриев жібермеді. Қараңыздар, уақыт бітті төреші. Уақыт есеп 4-2. Қазақтың спорт туризм академиясы! Құрметті телекөрермендер, бүгінгі ойынды өздеріңіз көзбен көріп тамашаладыңыздар. Ойынның нәтижесінде Қазақ ұлттық педагогикалық университетін Қазақ спорт және туризм академиясы 4-2 есебімен ұтып мерей үстем болғанын байқадыңыздар. Назарларыңызға ұсынылып отырған статистика бойынша қай палуанның белсенділігі артқанын өздеріңіз көріп сараптай отырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Елдос Үмбетәлі. Келесі көкпарда кездескенше аман сау болыңыздар.